Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Саков кезет арнасы. Достар, бүгін бізде сабақтың, яғни біздің курсымыздың 3-ші бөлімі, 3-ші сабақ. Бүгінгі видеода мен сіздерге не үйретемін, яғни Sony Vegas программасымен не жасауды үйретемін, сол туралы кішкене айта кетейін. Бүгін бізде бірінші нәрсе ол текст жазу, яғни мысалы осы жерде тұрған тексттарды жазу, қалай жазады, астыға жазады, қалай үстіге жазады, немесе ол тексті былай қалай қозғалтады, соның барлығын сіздерге бүгінгі видеода айтатын боламын. Екіншісі, достар, видеоны тездету және де баяулату. Ол қалай деп отырған шығарсыздар, достар. Мысалы, қазір мен осы отырғанның өзінде тез сөйлеп кетіп жатырмын. Ал енді қазір баяу сөйлеп жатырмын. Енді достар, бұл жерде мен сіздерге видеоны тездету, яғни қалай тездету керек, қалай баяулату керек, осы программа арқылы соны қалай жасайтынын үйрететін боламын. Ал үшіншісі, достар, ол не десеңіздер, ол бізде переход. Яғни переход дегенде қандай? Бірінші видеоның екінші видеоға ауысуы. Ол қалай деп отқан шығарсыздар, достар. Мысалы, интроның кәдімгі видеоға айналған кезде бір переход жасап, немесе болдырлап, яғни сіздерге қызық переходтар жазады. Мысалы қандай? Мысалы мынандай. Достар, жалпы осындай переходтарды сіздерге қалай жасайды? Осы Sony Vegas Pro программасымен соны айтатын боламын. Ал соңғы төртіншісі, достар, бүгін мен сізге 4 сағат өткен деп отырмын. Төртіншісі ол бізде видеоны сохранить ету. Дұрыс сохранить ете білу. Сіздер мүмкін видеоны дұрыс сохранить етпеушісіздер, немесе бір сапасыз қылып сохранить етушісіздер. Оны, достар, мен білмеймін, сондықтан да сіздерге нақты қалай дұрыс сохранить ету керек видеоны, сол жайлы айтатын боламын. Ендеше, достар, біз видеомызды бастаймыз. Кеттік әнше. Достар, бүгін біздің курсымыздың 3-ші бөлімінде де келіп жеттік. 3-ші сабақ. Яғни бүгінгі біздің сабақта айтылатын нәрсе, жаңа айтып өткенімдей, текст жазу, видеоны баяулату, тездету, және бірінші видеодан екінші видеоға ауысқан переход, және де видеоны дұрыс сохранить ету. Бүгінгі видеода осыны үйренетін боламыз. Енді, достар, мен экранда көріп тұрғандарыңыздай барлық видеоны жинақтап, қосып қойдым. Енді сіздер видеоны кесуді, қосуды қалай жасайтынын білесіздер. Оны мен сіздерге алдыңғы сабақта үйреткен болатынмын. Енді, достар, бүгінгі сабақта мен сіздерге ең алдымен текст жазуды үйрететін боламын. Енді қараңыздар, достар, мен видеоны кесіп дайындап қойдым. Енді бұл жерде сізде бір момент болады, яғни текстті шығаратын кез. Мысалы, сіз бір видео түсіруіңіз мүмкін, мына астыдағы телефонға хабарласыңыздар деп, басынан телефон нөміріңізді шығарасыз, немесе үстіне шығарасыз. Енді ол өзіңіздің еркіңізде. Енді текстті қалай жазамыз? Ол үшін мына жерден вставкаға басамыз, видео дорожкаға басамыз. Так, жақсы, менде бір видео дорожка артық шығып тұр, оны удалить етіп тастаймыз. Видео дорожканы удалить ету үшін мына жерден барамыз, өзімізге қажет емес видео дорожкаға, мышканың оң жағын басамыз, және де мына жерден удалить дорожку дегенді басамыз. Жақсы, бұны түсіндік. Енді бұл жерден менде текст шығаратын момент бар. Ол қай жерде? Мысалы, видеоны көріп отырасыздар өздеріңіз. Мысалы, мына видео керек емес алдындағы, мына жерден басталады. Бүгінгі видеода мен жоқ, алдыңғы видео керек екен. Так, мына жерден басталады. Ассалаумағалейкум. Мына жерден S-ті басып қойып тастаймын. Жақсы, кішкене звукты басып қойайын. Жақсы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Астыға жазады, қалай үстіге жазады. Бірінші нәрсе ол текст жазу. Вот, достар, текст жазу. Текст жазу деп бастадым. Енді осы жерден менде текст пайда болу керек. Енді бұл жерде мынандай амал бар. Мына жерден мышканың оң жағын басамыз, яғни бірінші дорожкаға келеміз, және де мышканың оң жағын басамызда вставить текстовый медиафайл деген бар. Осы жерден өзіңіздің қалаған текстіңізді жазып, мысалы мен мына жерден жазамын, текст жазу. Енді, достар, қараңыздар, бұл жерде бүйтіп әкелесіз де қоя саласыз, немесе шрифтін өзгертесіз, өзіңіз мына жерден цвет таңдайсыз, контур таңдайсыз, соның барлығын өзіңіз қарап, шұқылап түсініп аласыз. Енді оны мен айтпасам да білесіздер деп ойлаймын. Мына жерден мысалы түсін өзгерте саласыз жай ғана, мына жерден мысалы ширина, контур дейді, осыларды қосып өзіңіз жасай бересіз, өзіңіздің фантазияңызға байланысты жалпы. Ал енді бұл жерде мен сіздерге, достар, оңай жолын көрсеткім келіп отыр. Ол оңай жолы бізде готовый тексттер. Готовый тексттер ол Sony Vegas программасының өзінде бар. Жақсы, мынау керек емес, удалить етіп тастаймын. Енді мына жерден оны қалай табамыз? Мына жерге барамызда генератор мультимедиа дегенге кіреміз. Генератор мультимедиаға кірген кезде сіздерде осындай бет ашылады. Осы жерден менде плагин орнатылғандықтан көптеген эффектілер шығып тұр. Бұлар маған керек емес. Енді осы жерден астына түсеміз. Астында бізде мына жерде мынандай бар.
текстовый образец деген бар, бұл керек емес, бұл жай ғана бұл эффекті десек болады. Типа келесі титрий текст деген бар. Титрий текст деген бұл достар қозғалатын текстер. Мысалы сіз бір слайд жасап жатсаңыз, немесе бір жазуды қозғалтып әкелгіңіз келсе, осындай дайын эффектілер бар. Көріп тұрғандарыңыздай осылай шығады. Яғни мысалы мынаны қосып көрем. Мына жерден приближение, яғни қай жерден пайда болады, примерно кішірейтіп қойыңызға болады, үлкейтіп қойыңызға болады. Осы жерден өзіңіздің қалауыңыз бойынша текстті жазасыз. Мысалы текст деп жаза салайын мен жай, көп уақыт алмас үшін. Енді осы жерден басам да, X-ті басып, мына жерден жаңағы айтқандай эффект анау-мынауларыңыз өзіңдеріңіз қосып аласыздар. Енді қараңыздар. Текст жазу. Яғни мысалы достар, енді бұл жерде менде төмен болып тұр, себебі, яғни тексттің бейнесі көрінбей тұр, себебі менде программа, яғни компьютерім көтермейді программаны қатты, сондықтан да менде дұрыс көрсетпей тұр. Бірақ та сіз мен алдыңғы сабақтарда да айтқан болатынмын, яғни рендер жасағаннан кейін бұл жерде қату кетеді деп. Енді мына жерде мысалы мен 360-та 30 бит таңдасам, все. Енді қараңыздар. текст жазу. Яғни мысалы осы жерде тұрған тексттарды яғни көріп тұрсыздар достар, бұл менде зависать етіп кетіп жатыр. Себебі мен компьютерім көтермегендіктен бұл осындай отыр. Міне қараңыздар, текст қозғалып жатыр, ақырын айналдырып жатқан кезде, яғни бұл осылай қозғалады. Сіз еш уайымдамаңыз, ол сіздің сохранить еткен кезде барлығы анық көрінетін болады, ешқандай қатусыз. Жақсы, бұл маған керек емес. Бұл текст керек емес маған. Енді астына кірсеңіз өте көп тексттер бар достар, өте көп шаблондар бар. Яғни пайда болуы, мысалы скоростный дейді, осылай пайда болатындар өзіңіз қалауыңыз бойынша қойып аласыз. Және де бұл программа сіздің компьютеріңіздің состояниесі жақсы болса, бұл программа ешқандай да сіздің компьютеріңізді қатпай, зависеть етпей жасау керек. Енді мен качествоны қайтып көтеріп қояйын, себебі менде видео анық көрінбей тұр. Жақсы. Енді текст жазу. Және де астына достар тағы да керек нәрселер бар. Бұл жерде устаревший текст деген бар. Мен көбінесе осы жерден қолданам. Енді қараңыздар достар, бұл жерде прозрачный фон және де өзінің фоны деген түсінік бар. Бұл жерде мінекей артында шахматная доска тұрса, онда бұл жерде достар сіздің видеоңыздың үстінен пайда болады. Мысалы, қалай міне қоям. Яғни артындағы личный фонсыз бұл өзі шығып тұр. Ал егерде бұл жерде достар фонмен бар. Мысалы қандай? Sample text, яғни сплошной фон деген бар. Бұл жерде артық қап-қара болып қалады. Енді неде комбинированный эффекті дегендер бар достар, олар керек емес сізге, себебі сіз видеоның үстінен бұларды қоя алмайсыз. Мысалы қойдыңыз делік, қойғаннан кейін осылай шығып кетеді, көрдіңіздер ғой достар. Бірақ та бұны құртудың амалы бар, яғни кетірудің. Бірақ та бұл кетірген кезде мына елдегі көк эффектілер тұр, бұлар тоже кетіп қалуы мүмкін. Енді қазір көрейік, бұны хромакейдің көмегімен кетіруімізге болады. Мына жерден спецэффекті дегенге басамыз. Спецэффектіге басқаннан кейін мінекей достар, артында, ең артында мына жерде мынандай бар бізде. Разделитель по цветовому тону деген бар. Осыны добавить етеміз, окей дейміз. Енді қараңыздар достар, өзі кетіп қалды автоматически. Енді бұл жерде достар, жаңа айттым мен сізге, ішіндегі көк кетіп қалады. Өйткені фонның цветі де көк, тексттің цветі де көк. Сондықтан да бұл, яғни бұл цветпен жұмыс жасағандықтан барлық кетіп қалып тұр. Және де сіз бұны бүйтіп тартқан кезде арты прозрачный осындай фон болып қалады. Бұл сізге мүлде керек емес достар. Мен сізге көрсететінім, артында осындай шахматная доскасы бар. Шаблондарда алыңыз тексттарды. Мысалы мен көбінесе осы горячий дегенді қолданам. Осыны алам мысалы. Алғаннан кейін бұл кәдімгідей келіп тұр. Енді мына жерден өзіңіз настроить етесіз. Мысалы мен мына жерге текст жазу деп жазам. Текст жазу. Енді қараңыздар достар, бұл жерде шрифт үлкен болып тұр. Бұны бүйтіп барлығын выделить етіп аламыз, және де мына жерден размерін түсіреміз. 48 мысалы, 48 нормально. Енді достар, бұл жерде сіздерде өздеріңіздің шрифттарыңыз болуы мүмкін. Бұның өзінің шрифттары көбінесе өзгермейді достар, себебі бұның шрифттары латинский әріптерге, яғни ағылшынша әріптерге арналған. Сондықтан да біз өзіміздің шрифтімізді орнатамыз. Осы видеоның описаниясында біздің Telegram каналға ссылка тұр, соған кіріп, сол жерде мен барлық материалдарды сіздерге беріп отыратын боламын. Сонда тіркеліп, сол жерден шрифттарды, дайын шрифттарды скачать етуіңізге болады, және де бізде қазақша шрифттер достар. Яғни қазақ тіліне арналған. Мысалы, кейбір шрифттар болады орысша, бірақ та мысалы қ, о деген әріптерді жазған кезде ол басқаша көрініп тұрады. Сондықтан да мен сіздерге қазақша шрифттарды ұсынып отырмын. Енді шрифтті скачать етесіз. Скачать еткеннен кейін сізге осылай келеді, яғни файл shift try type деп. Скачать еткеннен кейін кіресіз жай ғана. Кіргеннен кейін қалай жазылатыны көрініп тұр. Мына жерде установить деген бар. Енді имя шрифтті есте сақтап алыңыз, себебі ана жерден, яғни мына жерде
имя шрифтпен шығып тұрады. Мынаның барлығы шрифттің аттары. Сондықтан да мына жерде имя шрифт деген жаттап аламыз. Жаттай алмайын десеңіздер, немесе бір жерге жазып алуларыңызға болады. Осы жерден установитті басамыз, яғни менде бұл шрифт установить етіліп тұрғандықтан қайтадан установить етесіз бе дейді. Иә, жарайды, установить ете салайық. Бұл тез установить етіледі достар, өйткені бұның памяты аз, шрифттің негізі памяты өте аз болады. Енді менің бұл жерде өзімнің қазақша шрифттарым бар, соны қолданам, барлығын выделить етіп аламын да, мына жерден өзімнің шрифтімді іздеймін. Менің шрифтімнің аты KZ-тен басталу керек, яғни вот не KZ артикл, KZ тангак деген осының өзіңіздің қалағаныңызды қоясыз. Енді мысалы мінеки жаздым, мінеки тексттің шрифті өзгерді, жоқ бұл керек емес, маған басқасын көреміз. Так, KZ Lobster, вот осы нормально. Ал енді достар, тексттің шрифтін қойдық, размерін қойдық, енді расположениеге көшейік. Расположениеге көшкеннен кейін енді бұны өзіміздің қалаған жерімізге апарамыз. Мысалы мінеки мына жерге әкелем мен текст жазу деп. Енді достар, бұның түсін қалай өзгертемін? Түсін өзгерту үшін мына жерден свойства дегенге басамыз. Свойстваға барған кезде бұл жерде бізде тек қана түсін беріп тұр. Енді өзіңіз қалаған түсіңізді аласыз. Мысалы маған мына жерден сарын алғым келіп тұр мен. Осы жерден өзіңіздің қалауыңыз бойынша настроить етіп аласыз. Жақсы, цвет фона бұл бізге қажет емес, себебі сіз цвет фонын қойған кезде көріп тұрғандарыңызда артында фон пайда болады. Бұны мына жерден прозрачныйға түсіріп тастаймыз. Полный керек емес бізге бұл. Жақсы, артына кіріп өзіңіз қопарып көптеген функциясы бар, яғни өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзгертесіз. Эффекті. Енді эффекті деген міне, мына түстер бұл түс сыртында тұр, яғни сыртқы эффекті. Бұл жерде обводка дейді, бір жерде контур деп те атайды. Енді достар қараңыздар, осы жерден өзімнің қалауым бойынша қоям. Мысалы мен көкті алғым келіп тұр. Осы жерден аламыз. Енді мына жерден өзіңіз өзгертесіз қалауыңыз бойынша. Мысалы мен мына көкті алғым келеді деген сияқты. Енді достар қараңыздар, цветті таңдадық толық. Енді таңдағаннан кейін достар, мына жерден размытие границы деген бар. Осыны жуандатсаңыз, мынау бірге жуандайды. Яғни бұл жерде размытие границы деген, яғни наоборот кетіреді деген кешірім сұраймын. Енді бұл жерден мына жерде ширина деген бар. Ширина дегенді көтерсеңіз, бұл эффектісі. Яғни жақсы көрінеді. Енді маған осылай ұнайды. Енді сіздерге қалай ұнайтынын білмеймін. Және де осы жерден өзгертесіз. Мына жерден өзіңіз қалауыңыз бойынша, мысалы эффектлер кетіп қалады. Мынаны бүйтіп қалсам, яғни міне қарай жылжып кетеді деген сияқты. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоясыз. Ал енді достар, мінекей біз текстті жаздық, эффектісін қойдық, өзіміздің қалауымыз бойынша істеп алдық. Енді мінекей текст бізде дайын. Текст жазу, яғни мысалы осы жерде тұрған тексттарды жазу, қалай жазады, астыға жазады. Енді достар, мына жерде астыға жазады деп айтып қалдым. Енді бұны астыға қалай шығарамын? Мына жерден мышканың оң жағын басып мынаны копировать етеміз, немесе Ctrl+S-ті баса саламыз. Енді мына жерден астына түсіруім керек, мышканың оң жағын басамын да вставить етемін қайтадан. Енді осы жерде создать новый дейді, оны ОК дей саласыздар, ол ештеңе болмайды. Енді осы жерден басып қайтадан расположение дегенге кіріп, енді мына жерде астыға түсіреміз. Яғни мен мына жерді көрсеттім. Так, түсіреміз. Вот, примерно осы жер ғой. Да. Ошер. Так. Тексттарды жазу, қалай жазады, астыға жазады, қалай үстіге жазады, немесе ол тексті былай, қалай үстіге жазады. Енді үстіге жазады дегенді тағы айтыппын, мына жерін басып тастаймын да, Ctrl+-ны қайтып басам. Окей. Қалай үстіге жазады да. Қалай үстіге жазады. Мынаны басамыз, тағы да расположениемен үстіге көтереміз. Так. Все. Астыға жазады, қалай үстіге жазады, немесе ол тексті былай, қалай қозғалады, немесе ол тексті былай. Енді достар, мына жерде мен тағы да айтып қаппын, былай қалай қозғалтады. Яғни текстті қозғалту деген бұл жерде түсінік болып тұр ғой. Енді сіздер айтуларыңыз мүмкін, мына жерден мына жердегі дайын нелерді ала салмайсың ба деп. Мұны өзіміз қозғалта аламыз, қозғалмай тұрған тексті де қозғалта аламыз. Енді қараңыздар. Қалай қозғалтады, соның бар. Міне достар, мен қозғалтады деп осы жерге айтыппын. Енді осы жерге дейін текстіміздің уақытын белгілейміз, яғни міне мынау ғой біздікі. Енді осы жерден қараңыздар достар. Мына жерден басамыз, міне мына жерде панорамирование деймі, осы жерге басамыз. Осы жерге басқаннан кейін енді қараңыздар достар, бізде мынандай жер пайда болады. Мышканың ортасына бұрайтын нәрсе болады ғой, дөңгелек. Соны қозғалтсаңыздар, осылай қозғалады бұл. Енді қозғалтқаннан кейін міне қараңыздар. Мыналарды выделить етіп қоямыз. Және де мына жерде астында мынандай нәрсе бар.
яғни қозғалтады. Мына астына басып қалмаңыздар, астына басып қалсаңыздар осылай кетіп қалады, үстіне басасыздар. Енді қозғалту уақытын жасаймыз. Мысалы міне қараңыздар, 1 секунд ішінде, яғни мына жерде 2 секунд деп тұр ғой біздің видеоның общий уақыты, яғни осы тексттің именно соңғы текстін. Енді қозғалту кезінде мына жерге выделить етеміз. Енді осы уақытқа дейін бұл былай қозғалады. Міне осы жерге әкелеміз, мысалы осылай қозғалтамыз кәдімгідей. Болды. Енді мына 2-ге әкелеміз де қайтадан мына жаққа қозғалтамыз. Яғни біздің текст осылай қозғалатын болады қайтадан. Міне мысалы осы жерге қайтадан әкелеміз. Енді қараңыздар достар, қалай біздің эффектіміз шықты, яғни қалай қозғалттық. Немесе ол тексті былай қалай қозғалтады, соның. Міне көрдіңіздер, енді бұл кетіп баратып жоғалып кетті. Неге жоғалып кетті? Себебі қараңыздар, мына жерде бізде мынау біздің экранның өлшемі деп алсақ болады. Мына экранның өлшемі. Енді бұл экраннан жоғалып кетті. Енді экраннан жоғалмас үшін мынаны қайдан артқа тартам да осы жерден келіп қайтып тоқтап қалатындай қыламыз. Яғни осы жерге әкелдім, енді ол қайтып осы жерге келіп тоқтап қалатын болады. Немесе ол тексті былай қалай қозғалтады, соның барлығын сіздерге. Енді көрдіңіздер достар, текстті қозғалттық. Яғни бұл сіздің қалай былай мысалы жаңа айтып кеттім ғой. Мынаны мысалы үстіге көтерсеңіз үстіге қозғалады, астыға көтерсеңіз астыға қозғалады. Яғни ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзіңіз қалайсыз солай жасап аласыз. Яғни ол өзіңіздің мысалы мышканы қозғаудағы өнеріңізге байланысты десек те болады. Енді оны менің қолым мысалы дірілдеп былай қисық кетіп қалуы мүмкін. Енді міне маған осы жетеді. Енді осы уақытта бітті. Болды. Енді мен сіздерге текст жазуды түсіндірдім. Соның барлығын сіздерге бүгінгі видеода айтатын боламын. Екіншісі достар, видеоны тездету және де баяулату. Енді достар міне қараңыздар, видеоны тездету, баяулату. Текст өттік, енді видеоны тездету, баяулатуға өтіп жатыр. Енді мына жерден именно баяулайтын уақытты белгілейміз тағы да. Сол уақытты кесіп аламыз. Бұл менде мына жер міне. Сол отырғанның өзінде тез сөйлеп кет. Мысалы қазір мен осы отырғанның өзінде тез сөйлеп кетіп жатырмын. Енді тез сөйлеп кетіп жатырмын деп отырмын. Енді қараңыздар достар, мына жерде мынаның барлығын мына жаққа қарай кішкене көшіру керек. Немесе мына жаққа қарай қайтадан апару керек. Енді мына жерден достар, мына жерге әкелеміз. Именно тездететін уақыт, осы уақыт аралығы, яғни соны кесіп аламыз тездететін жерді. Енді осы жерден достар Ctrl кнопкасын басамыз. Ctrl кнопкасын басқан кезде бізде мынандай толқын пайда болады мынаның астында. Яғни бұл тездету немесе баяулату. Енді мен бұны мына жаққа қарай не істейтін болсам, бұл видео тездетеді, яғни тез болады. Ал мына жаққа бассам, бұл наоборот баяулайды. Енді мен тездетуім керек. Енді кішкене тездетеміз, мына жерге дейін кішкене. Вот. Ал енді қазір баяу сөйлеп жатырмын. Ал енді қазір сөйлеп кетіп жатырмын. Так, достар, мен мына жерде бір нәрсені шатастырып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде екен мен тез сөйлейтін. Мынау яғни баяу сөйлейтін нәрсе. Енді мына жерге басам, барам, міне мына видеоға барам. Сосын Ctrl-ды басам да тездетем. Вот, қараңыздар енді. Мысалы қазір мен осы отырғанның өзінде тез сөйлеп кетіп жатырмын. Тез сөйлеп кетіп жатырмын. Жақсы. Енді мынаның барлығын қайтадан мынаған апарып түреміз керек, яғни мынаған жабыстыруымыз керек. Енді сіз оның былай бір-бірлеп істеп отырғыңыз келмесе, мынаның астында бізде мынандай не бар? Яғни авто сдвигать деген бар. Осыған басамыз. Осыған басқан кезде достар, мынаны тартсақ, мынаның барлығы бірге жүреді. Көріп тұрсыздар ғой, барлығын жабыстырып алды. Енді осыны әкеп мынаған тіреміз. Енді мына жерде сөйлеп жатырмын. Баяу сөйлеп жатырмын. Бұл жерде баяулатуым керек. Енді мынаны жаңағы авто сдвигать қосып қайтадан артқа жіберемін. Яғни мен қазір мына видеоны өйткені былай қарай созамын ғой, баяулатар кезде. Енді осы жерден барам да Ctrl-ды басам, өзіме қажетті уақытқа дейін, яғни өзім қалағаным бойынша ақырындатамын, яғни баяулатамын. Мысалы осы жерге дейін әкелем. Енді қараңыздар достар, мынау қайтадан мына жаққа жүгіріп кетті. Неге? Өйткені бізде авто сдвигать қосып тұр. Мысалы сіз мына жерге бір нәрсе қойсаңыз, мысалы мына бір фон қоя салайын, қазір мен сіздерге көрсету, енді барлығын дұрыстап түсіндірейін деген ғой. Мысалы, мінекей мынаны қоям. Қойған кезде мынау бәрібір жылжып кетеді ары қарай. Қараңыздар. Не көрдіңіздер ғой, тағы да жылжып кетті. Яғни бұл авто сдвигатьті өшіріп жасау керек деген сөз. Енді мына жерде мынаны өшіріп тастаймын. Енді авто сдвигатьті басқан кезде ол қайтадан орынға келеді. Себебі анау удалить етілді, енді ол жабысып тұру керек анаған. Яғни бұл жерде авто сдвигатьта бос орын қалмау керек деген
программада сондай уже понятие пайда болады. Енді достар қараңыздар, мына видео енді баяулап шықты. Мысалы қазір мен осы отырғанның өзінде де сөйлеп кетіп жатырмын. Ал енді қазір баяу сөйлеп жатырмын. Енді достар, бұл жерде мен сіздерге видеоны тездету, яғни қалай тездету керек, қалай баяулату керек, осы программа арқылы соны қалай жасайтынын үйрететін боламын. Все достар, енді біз баяулаттық, тездеттік. Енді бізде үшінші кететін нәрсе, ол бізде переход. Ал үшіншісі достар, ол не десеңіздер, ол бізде переход. Яғни переход дегенде қандай? Бірінші видеоның екінші видеоға ауысуы. Ол қалай деп отқан шығарсыздар достар. Мысалы, интроның кәдімгі видеоға айналған кезде бір переход жасап, немесе болдырлап, яғни сіздерге қызық переходтар жасады. Мысалы қандай? Мысалы мынандай. Енді қараңыздар достар, мына жерде мен қолыммен жерді жібердім, енді дәл осы жерден кесем мен. Енді бұл жерден сіздер өзіңіз қалаған видеоңызды қоясыз, мысалы басқа жерден пайда боласыз, немесе бір фонды қойып қоясыз деген сияқты. Енді менде бұл жерде ешқандай да видео жоқ дайын. Енді мен осы видеоға переход жасайтын боламын. Так, менде переходым жақта қалып қойды да, жақсы. Енді достар қараңыздар, мына жерде мен қайтып келуім керек, осы жерден S басып қиып тастап, ортасын алып тастаймын. Енді осы екі ортаға маған переход жасау керек. Енді мына жерде өзінің переходтары бар. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мынандай переход бар, мынандай переход бар. Яғни бұл бірінші видеодан екінші видеоға ауысу деген сөз. Мысалы, міне мынаны басам, вращение дегенді екі ортаға келем. Енді қараңыздар достар, переход қалай шығады бізде. Достар. Енді чық-чық деп шығып кетті. Енді бұл жерде бұл неге бұлай шығып кетті деп тұрған шығарсыздар. Мына елден қараңыздар. Бізде өте тез болды. Яғни арасындағы видеолар қысқа болды. Ол қалай, енді артқа жүрейік. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, мына видео өте қысқа болғандықтан бұл солай болып кетті. Енді бұны мына жерге қойғаннан кейін қараңыздар. Мына жерге қоямын, ана аша барасын. Қойдым. Енді бұны переходты тез жасауыңызға болады, немесе асықпай жасауыңызға болады. Мысалы, мынау асықпай тұрған сияқты. Яғни бұл жерде тез кетіп қалыпты достар, себебі мына жерде міне қараңыздар. Мынаны түсіресіздер ғой. Мына жерде 1 секунд деп тұр. Сдвигать правление 1 секунд. Яғни 1 секундтың ішінде бұл переход жасап тастайды. Мысалы, мен 2 секунд апарып тастасам, бұл асықпай жасайды. Яғни 2 секунд бойы переход жасап тұрады. Яғни переходты 2 секундта жасайды. Мысалы қандай? Мысалы мынандай. Достар. Мысалы қандай? Мысалы мынандай. Достар. Яғни бұл жерде бұл переходты, яғни мына жақтан кіргізем. Енді қараңыздар, бұл жерде переход жасаған кезде қап-қара фон болып кетіп жатыр. Себебі переход осындай бізде. Енді бұны переходты қара фон жасатпас үшін мына видеоны мына жаққа қарай ығыстырамыз. Яғни бүйтіп түсіреміз. Енді қараңыздар. Достар. Көрдіңіздер, бұл жерде переходта ешқандай қара фон болған жоқ. Енді мынаны кішкентай тағы да түсірем. Бұл жерде достар, енді менде не болып жатыр? Мен өйткені авто сдвигатты өшірген жоқпын. Мына жерде мынаны өшіріп тастау керек, себебі бұл мен переходты мына жаққа қарай ығыстырған кезде видео ары қарай жүріп кетіп жатыр, аттап кетіп жатыр жаңағындай. Қайтадан түсірем. Енді қараңыздар. Яғни мен бірінші еткен кезде переход басылды, екінші еткен кезде переход бітіп қалды. Енді мынадан түсірсем, бұл переход өте асықпай жүреді. Мынаны тағы да ағыстырсам, вообще асықпай кетеді, қараңыздар. Достар. Достар. Енді бұл обычный достар өзінің переходы, бұл бізге керек емес. Енді бұны қалай алып тастаймыз? Мысалы, ұнамай қалды сізге переход. Мынаны басамыз, мына жерде мына жерде X деген бар. Осыны барсақ, өшіп қалады переходымыз. Жақсы. Басқа переход қолданып көрейік. Енді достар, менде плагин орнатылғандықтан менде әртүрлі переходтар бар. Мысалы, мынандай. Яғни бұлдырлап ауысу. Мына жерге қоямыз. Енді қараңыздар. Достар. Көрдіңіздер, бұлдырлап кетті. Енді достар,
бұл жерде мен сіздерге дұрыс түсіндіре алмай жатырмын, сіздер дұрыс түсінбей жатсыздар. Енді мен сіздерге қазір басқа видеомен көрсетемін. Қараңыздар. Мысалы мынаны былай алып тастаймыз. Вот, мынаны орнына келтіреміз. Енді қараңыздар достар, бірінші переходтан мен басқа видеоға түсіремін. Мына жерден видео добавить етеміз өзімізге қажетті. Мысалы мынаны қоя салам. Астыға түсіремін мына дорожкаға. Енді қараңыздар достар, мына переходпен мынаған ауыстырып жүреміз. Міне, енді қараңыздар. Достар, жалпы осындай переходтарды мынандай. Так, достар, мен мына жерде не істеп жүріппін, яғни переходты мына жақ видеоға қосыппын вообще. Мен мына жерге қосуым керек негізі. Жақсы. Осы жерге қосамыз қайтып. Вот. Енді қараңыздар. Яғни бұлдырлап ауысты. Енді мысалы басқа да переходтар бар. Өте көп переходтар бар мысалы мына жерде. Мынандай бар. Енді қараңыздар достар, мына жерде сізде бүйтіп мен қолымды шерттім ғой. Енді достар, мінекей мына жерде менде қолды бүйтіп шертіп жүрген кезде переход басталу керек, яғни бұл ерте басталып кетіп жатыр. Сондықтан да мына видеоны кішкене былай қарай тартам. Яғни шерткен кезде сразу кетіп қалу керек. Енді көреміз. Бәріңе сәлем достар. Көргендеріңіздей қолымды шерткен кезде ауысты. Енді мына жаққа ұзақ болып кетті ғой дегеніңізге болады. Деулеріңіз мүмкін. Енді бұны кішкене былай түсіреміз. Яғни мынаны былай қарай көтереміз. Сол кезде тез болады бізде переход. Тағы да көтереміз кішкене. Енді достар, көріп тұрғандарыңызда мінекей мен переходым шықты деп ойлаймын. Көргендеріңіздей переход тез өтті. Яғни мынаны өзіңіз реттеп аласыз. Қалай шығу керек переход, қалай кету керек деген сияқты. Енді осы видеодан мына видеоға ауысқандағы переходты көрсетейін. Достар, жалпы. Енді қараңыздар достар, бұл жерде мен шерткен кезде сразу видео басталып кету керек. Яғни бұл жерде переходтың уақыты өте ұзақ болып кетіп жатыр. Сондықтан да мынаны көтеремін да, яғни мен қолым шерткен дауыс міне тұр ғой. Осыдан былай қарай көтерем. Болды, енді осы кезде менде видео басталып кететін болады. Достар, жалпы осындай переходтарды сіздерге қалай жасайды? Все достар, мен сіздерге переходтарды қалай жасауды үйреттім. Енді ары қарай өзіңіздің фантазияңызды қосып, өзіңіздің біліміңізді қосып, ары қарай өздеріңіз ауыстыра бересіздер. Енді әртүрлі эффектілер бар, әртүрлі переходтар бар, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоясыздар. Енді мына жерде менде достар ұзақ видео болып кетті. Арасындағы ұзақ видеоны алып тастаймын. Енді мына елден автоз двигателді қосам. Өйткені мына елден сразу былай қарай жабысып қалу үшін. Яғни мына видеоға резко жабысып қалу үшін. Делтаны басам. Все достар, кетті. Достар, ендігі қалғаны бізде видеоны сохранить ету. Енді видеоны қалай дұрыс сохранить етеміз? Видеоны дұрыс сохранить ету үшін достар, өзімізге қажеттіні таңдап аламыз. Яғни қажетті видеоны мінекей видеоны бірінші монтажда аяқтаймыз. Осы жерге дейінгіні сохранить ету керек. Яғни сохранить ету керек маған. Енді достар, бізде мынандай болады. Мына жерге келген кезде, мысалы, мына дорожканы қарап отырасыз ғой, сіздерде ең алғаш былай тұрады. Мынау тұрады да, мынау шексіз болып көрінбей тұрады. Яғни видеоны сохранить етер кезде мынау көрінбей тұрады, вообще артында тұрады. Енді бұл жерден бүйтеміз. Мына жерге келеміз. Мысалы, міне осы жерге келеміз. Мына жерге келгеннен кейін мынаның үстіне әкелсеңіздер, екі жақтан екі стрелка пайда болады. Осы жерге келіп мышканың сол жағын екі рет басып қаламыз. Вот. Екі рет басып қалғаннан кейін бізде видеоның аяқталған жеріндегі флажок көрінеді. Осыны тартып әкелеміз де видеоның аяқталатын жеріне қоямыз. Ал мына басындағы басталған флажокты видеоның басына қоямыз. Менің видеом міне мына жерден басталады екен. Осы жерден басталғаннан кейін, яғни 0-ден бастап осы уақытқа дейінгі аралықты ғана сохранить етеді. Ал егер де мысалы сіз мынаны былай қойып қойдыңыз, немесе мынаны былай қойып қойдыңыз, қараңыз. Видео басталған кезде сізде осындай сплошной фон болып тұрады. Қап-қара үнсіздікпен осылай сплошной фон болады да, яғни 0,3 секундтан басталып тұр ғой менде. 19 секундқа дейін
20 секундқа дейін осылай қап-қара болып тұрады. Ол үшін мынаны былай қоясыз. Артында да солай. Яғни мына жерге дейін қойсам, осы жерге дейін осы уақытқа дейін сохранить етіле береді. Яғни қап-қара фон болып тұра береді. Сондықтан да аяқталған жері мен видеоның басталған жеріне осы сары үшбұрышты әкеліп қойыңыздар. Все, әкелдік. Енді не істейміз? Енді мына жерден свойства система ең жоғарғы качествоны таңдаймыз. Енді мен 4К-ны таңдадым. Окей. Енді мына жерден визуализовать как деген бар. Осы жерге басамыз. Осы жерге басқаннан кейін достар, сіздерде мынандай болмайды. Неке мынандай болады сіздерде только. Мен бұл видеоны сохранить етуді алдыңғы сабақтарда да үйретіп кеткен болатынмын. Енді қараңыздар достар, мына жерде бізде көптеген форматтар бар. Видеоның форматтары. Енді осы жерден біз қайсысын басамыз? Осы жерде мінеки MP4, Mine, Connect, AVS, AAS, MP4 деген таңдаймыз. Осы жерден өзіңіздің қалауыңыз бойынша аласыз. Қаншалықты видеоның сапасын төмен қылсаңыз, соншалықты видеоның памяты аз болады. Қаншалықты жоғары қалсаңыз, соншалықты көп болады. Енді мен бұл жерден 720-ны таңдап алам. HD 720. Және де мына жерге звездочка қойып қоямын. Звездочканы қойып қойсаңыз, мына жерде Show Favorites Online деп тұр ғой. Осыны бассаңыз, тек қана осы эффекті сіздің алдыңызда шығып тұратын болады. Жақсы. Ал енді мысалы сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Мынаны бастым. Мына жерде де MP4 деген бар ғой. Бұның бұл жерден айырмашылығы не деген? Бұл жерде достар, мысалы сіз Let's Play түсірсеңіз, сондай жағдайда осыны қолданасыз. Яғни 1920-дан 1080-де 30p дегенде, яғни 30 кадр секундына деген сияқты бұл жерде. Сондай ғой. Солай қолданасыздар достар. Ортаңдарыңызға 30 кадр секундына, бірақ та маған бұл видеоға именно 30 кадр секундына керек емес. Маған тек қана качествосы керек. Яғни интернет HD качествода 720 биді таңдаймын. Яғни 720 качествоны таңдаймын. Яғни өзіңізге қажетті качествоның үстінен басасыз. Папканы өзіңіз қалауыңыз бойынша қоясыз. Видеоның атын қоясыз. Және де рендерді басасыз. Болды, видео сохранить етіледі. Яғни мынау толық 100-ге толған кезде сіздің видеоңыз сохранить етіліп болады достар. Жалпы бүгінге үйретерім осы. Бүгін сіздермен бірге курстың 3-ші сабағын бітірдік. Келесі 4-ші сабақта жүздескенше достар. Сау болыңыздар.